Тіпті 100 рет сұрасаңыз да, бұл өтінішіңізді қабылдай алмаймын, Китана ханшайым. Патшайым Шива, Шауаның уақытынан қарағанда, Котелдің дәуірінде халқыңыз жақсы өмір сүрді емес пе? Айтып тұрғаның рас. Бұл екі канның шайқасын бақылағаннан басқа, бізге келер ешқандай да пайда жоқ. Ханшайым. Люкан, бұнда жайша келдіңдер ме? Таркатандар Котолканды ұстап алды. Оны өлтірместен бұрын құтқарып алуымыз керек. Мен Котолканды құтқаруға қатыспаймын. Патшайым, жер патшалығының әскері біз жақта. Бұл соғыста жеңіске жетуге уәде етемін. Таркатандардың көмегінсіз соғыста жеңілетіндерің анық. Егер олар Котолға жәрдем беруге келсе, мен де қосыламын. Жақсы, ендеше алдыңызға Таркат әскерімен ораламын. Сосын Шаоканды бірге жеңеміз. Джейдтің қанына сонша құмартқаның не, Скарлетт? Эдениялық қанның дәмі өте ерекше, әрі өте сирек кездесетін тауар. Оны қайда бара жатыр? Колизейге екені сөзсіз. Қане, тосылмай шабуыл жасай. Олай бараканы Котелға мәңгі қарсы қоюымыз мүмкін. Дұрысы оны өзімізге тартып, Шауға қарсы шығуға шақырайық. Таркатандар топас қой. Шайқастан басқа түк те білмейді бұлар. Сақ болуымыз керек. Бір қателік жіберсек, Джейдті өлтіріп тастау да мүмкін. Менде бір ой бар. Бұл жердегі басшы қайсың? Я, қазір жақсылап көңіл көтереміз. Китана ханшайым. Бұл Шаоканға арналған сый. Котолканды құлатуға біз де жәрдем береміз. Қаншама уақыт патшаның қызы болып балқып-шалқып өмір сүрдің. Ал қазір қарапайым сарбаздарға ұсталып қалыпсың. Кім екеніңді енді түсінген боларсың. Ол тек Шаоканға тиесілі. Одан да бараканы шақыр. Сен ешкіммен кездеспейсің, Люкан. Өз әкеңді сатқаның ба, Китана? Тек жаулап алған соң ғана қызы болдым. Эденияның түбіне жеткен жанға көмектесуің қажет пе? Халқыңның қаны бойыңда бар. Бәрің де әлсізсіңдер. Жаулап алудан да құдіретті күш бар, Скарлетт. Бәрі біз ойлағандай,
ешкім де өлген жоқ. Халің қалай? Тезірек Бараканы ертіп, Котольді құтқаруымыз қажет. Барака бізге қосыла қоймас. Котольдің таркатандарды жек көретіні бәріне мәл. Егер оны тоқтатпағанымда, бәрінің басын алушы еді. Ол біз туралы дұрыс айтады. Тыңдашы, Барака, таркаттар бұдан әрі мерт болмауы қажет. Котолькан таркатандарға тек зиянын тигізеді. Жаңа дәуірде Шао Кан болады. Сөзіме құлақ ас. Мен саған шындықты айтып тұрмын. Джейд, Люкан, Кунлао, доғарындар. Goed naar combat trekken. Сайра, өз сөзіңді айтуға лайықсың. Осы күнге дейін Шаоканның кесірінен сырт халқы қырылып келеді. Не үшін? Өлімді абырой көрген үшін бе? Біз бір-бірімізбен емес, бірігіп шайқасуымыз қажет. Коталь біздің өлгенімізді қалайды. Оны менің тура бетіме қарап айтқан. Бізге көмектес, және оның оң қолы болуыңа уәде беремін. Таңдау өзіңде, Барака. Әрмен қарай Шаоның құлы болу, немесе Котольдің сенімді уәзірі болу. Бізге осы уақытқа дейін мынандай ұсынысты ешкім ұсынбаған. Бірақ бұл сөзді сен айттың, Котоль емес. Егер көмектессең, оны бірге көндіреміз. Егер ол бас тартса, оны өз қолыммен өлтірем. Егер бас тартса, саған өзім көмектесем. Мынаның кесірінен осы күнге дейін үлкен зардап шектіңдер. Бірақ мен оралдым, және бәрін өзім қалыпқа келтірем. Барлық әлемдер енді бізден қорқатын болады. Сыртқы әлем қорғанушы емес, қайтадан жаулап алушы әлемге айналады. Осындай қабілеттерінің бар екендігін неге ертерек көрсетпедің, Китана? Сонда Мелинаны қажет етпес едім ғой. Менің әпкем азғын құбыжық болатын. Мына сен секілді, әке. Рахметі жоқ сүмелек, асырап баққан адамыңа қалай қарсы шығып тұрсың? Мені сөгетін сен кімсің? Қаншайым болып еш қиындық көрмей өстің. Егер өмірдің қатал тұстарын көргеніңде, Шаоканның мейірімін бағалар ма едің? Әлі де болса тірі екеніңе алғыс айт.
Беріл, әйтпесе өкінесің. Жеңіс менің қолымда тұр, маған беріл дейсің бе? Сен де әкең секілді ақымақ екенсің. Джерард менің нағыз әкем. Оны өлтіріп, мені алып кеттің. Жарым, маған сен емес, сенің шешең керек болған. Оны тынышталдыру үшін ғана мен сені аман қалдырдым. Енді өлетін уақытың келді. Керісінше, сенің уақытың келді. Ол оны жасады, жасағанда қандай. Бірдеңе сезілеме өзі? Шао Кан мені жеңді, және мені бар күш қуатымнан айырды. Уайымдама, мен бармын. Соншалықты қатыгез болсам да, мені тастамайсың ба? Сенің жүрегіңді білемін. Ол өзгере алады. Бәрі аяқталды. Так, сізге тиесілі Котелкан. Рахмет саған. Барака, Шива. Халықтарыңа дөрекілік танытып, азғындап келдім. Сонда да маған жәрдем бердіңдер. Бұл жақсылықтарыңды ешқашанда ұмытпаспын. Бізге жылы сөздердің қажеті жоқ. Біз сыртқы әлемнен өз орнымызды талап етеміз. Ол жағын мына кісіден сұраңдар. Не? Сен сыртқы әлемді біріктіре алдың. Тақтың нақ иесі енді өзің, Китана Кан. Салтанатты түрде енді ол сенің дәрежеңде емес. Бұйрығыңызды қабыл аламын, Котелкан. Осы сәттен бастап, сыртқы әлем күш біріктіріп, әрекет ететін болады. Сыртқы әлем туралы жаңалық жақсы әрине. Бірақ Крониканың қамалы орналасқан жерді табуымыз керек. Ол бір бекініс әлемдерден тыс. Мен білмейтін жерде орналасқан. Сіз Харон туралы естіп едіңіз? Харон. Әрине. Харон деген кім тағы? Өліктер флотының иесі. Кезінде Саб-Зеро екеуміз зұлым шағымызда оны жолықтырғанымыз бар. Оның әрекеттері әлемдерден тыс. Жаман адамдарды жер асты әлеміне тасымалдайды. Крониканың бекінісі қай жақта орналасқандығын бір білсе, сол біле. Бізге көмектесе ала ма? Нақты сенімді емеспін. Бірақ бәрі де мүмкін. Ендеше өздеріңіз сұрап қайтсаңыздар, көп ұзамай жолға шығамыз. Сыртқы әлем көмегі әрине жақсы. Бірақ тағы әскер саны көбейсе дұрыс болар еді. Көп ұзамай Шаолин әскерлері де қосылады. Люкан, Кунлао, барып монархтарды соғысқа дайындаңдар. Мен де жылжиын. Джонни мен Соняны құтқаруым керек. Мен де барам. Екеуміз де. Жоқ, сендер Рейденге қажет боласыңдар. Бірақ Соняны құтқару керек қой. Кроника мықты болғанымен, соншалықты құдіретті емес сияқты. Олай болмаса, Зенсей күшінің оған не қажеті бар? Әлі де күш жинап жатыр ма сонда? Шамасы солай сияқты. Ендеше оның келесі қадам қандай? Зенсей күшін айтпағанда, жер патшалығында тағы да қуатқа толы бір орын бар. Жандар шұңғымасы, Шансуның аралында орналасқан. Ендеше біз сонда барамыз. Саған көмек бере алмайтындығым өкінішті. Крониканың басқан әр адымын бақылауым қажет. Әркімнің өз міндеті бар. Естуімше, Шинокты жеңген сен екенсің, Кесси. Ендеше Кано сияқтылар саған түк емес. Бірақ бір нәрсені ұмытпа. Джонни немесе Соня мерт болса, сен де бірге құрыйсың. Сені құтқаруға тіпті менің де шамам жетпейді. Барынша абай бол. Ұйқыңды аш, Соня
жан. Қалқам, саған оның қажеті қанша? Қарайдағар ұйымында ешқашанда әділетсіз жекпе-жектер болмайды. Мені өртеген Соня деген мынау ма? Өртеумен ғана шектелген жоқ. Электрошок, пышақ секілді заттарды алып, лабораторияда тұрған тышқан ұқсатып саған эксперименттер жасады. Сені өзім емдеп жаздым. Әрине, бірнеше бөлігіңді. Қазір оны жер жастандырам. Мұны әпшеміз расымен солай жасап беді? Жоға, жәй, отқа май құйған түрім ғой. Болашақ үшін қазір сенен есемді қайтарам. Не деп мыңғырлап тұрсың өзі? Қарайдағар ұйымының құпияларын білу үшін маған істеген істеріңді айтып тұрмын. Көрінген сөзге сенудің қажеті жоқ. Осы да жетер, оңбағандар. Бері түс, қорқақ. Жоқ, сұлуым, саған басқа қарсылас бар. Қабыл ал. О, жоқ. Мен омен төбелеспеймін. Неменеге солтып тұрсыңдар? Қане бастаңдар. Әйтпесе екеуіңді де өлтірем. Құлақ етімді жемеш, бәрібір бізді өлтіресің. Мә, саған қалай ойымды біліп қойдың, а? Одан да іске көшіңдер. Сол кезде ажалдарың жеңіл болады. Неге өтірік жаның ашып тұра? Постоянно мені ұрғың келуші еді ғой. Давай, бұл сенің мүмкіндігің. Сонда олардың көңіл үшін төбелесеміз бе? Армандапты. Төбелес болсын, болмасын, өлетін шығармыз. Бірақ осы арқылы уақыт созаламыз ғой. Бәлкім осы аралықта бір ғажап дүние орын алып қалар. Сол үшін қане ұр. Ұр дейім. Ей, анағын қара. Құлай сал. Оларды ақымақ көресің бе? Құлағаныма илана қоймас. Bir, екі. Атағы жер жарған Соня Блейкпен жекпе-жекпе тамаша деп осынай. Лейтенант. Оған дереу жедел көмек беру керек. Алдымен бір жерге жиналайық. Мынау сізге қажет болады.
сонша қайда асықтыңдар? Қажет емес. Тым қауіпті. Бұл уақыт ағымы маған неге ұнайтындығын білесің бе? Себебі мен тірі, ал сен өліксің. Бірақ бір нобарда сені мен емес, тозақ әскері өлтіріпті. Қане, ендеше арманымызды орындайық. Тірі болсаң тірі шығарсың. Ендеше өзгерте саламыз. Иманыңды үйіре бер. Асықпа, қымбаттым. Кім бірінші болып кімді өлтіреді екен? Байқап көреміз бе? Ережелерді есіңе салайын, қалқам. Егер мына өлсе, қызың да аман қалмайды. Рахмет, Кано. Не үшін? Ережені еске салғаның үшін. Тамаша қимылдар. Уақыт деген фильмімде осы әдістерді сөзсіз қолданам. Айтқандай, бүгін кешке қолың бос па? Бәлкім бір жаққа барып тамақтанып қайтамыз. Енді көмегің үшін рахмет айтам, бір шетінен кешірім де сұрайым. Ешқандай сезім романтикасыз. Қалай қарайсың? Бәрі өз уақытымен, Кейдж. Мынау кім тағы? Мына қасқа бас кім тағы? Герас. Крониканың оң қолы. Естуімше ол ажалсыз. Ажалды ма жоқ па? Қазір тексеріп көреміз. Джонниға қарайласыңдар. Мынаны өзім бір жақты етемін. Соня Блейд. Кэсси Кейджтің шешесі. Иә, не дегің келіп тұр? Кэсси Кейдж Крониканың ұлы Шинокты жеңді.
Сол себепті қазір есеп айырсамыз. Менің қызыма жолаушы болма. Мынадан кейін аман қалып көр. Бәрі дұрыс па? Әрине, әлсіздердің қатарынан емеспін. Тыңдашы, базада айтқан әңгімем артық болды. Кешірім сұраймын. Сен мықты сарбазсың. Және Джонниді жолықтырғаныма ризамын. Расымен де. Өткен тапсырманы қайта өзгерте алмаймын, өкінішті. Өлгенімді есту ауыр тиді ме? Әлде өлетінімді білу ме? Бірақ бәрін тыңдап шықтым. Сен тек бұйрықты орындап, өз жасағыңда алып қалдың. Сені және жер патшалығы үшін құрбан болғаныма еш өкінбеймін. Рейденнің айтқанын естідің ғой. Өз тағдырымызды өзіміз таңдаймыз. Ол жайт енді қайталанбайды. Люкан мен Кунлауо мынау жайлы әзілдемепті. Жасақ дереу шегінеміз. Эвакуациялауға көшіңдер. Герас жеңіліп қалды. Десе де оралған соң, ақтық шайқас үшін оны бір шама күшейтемін. Нені айта алмай тұрсың? Алдымен сыртқы әлем әскерінен, енді келіп Қарайдахар ұйымынан да айырылдық. Рейден өз адамдарымен бар уақытын Шаокан мен Каноға жұмсап жатқанда, жан ұңғымасындағы негізгі жұмыс бір мезетке де тоқтаған жоқ. Ол тозығы жеткен ескі құдықтың бізге пайдасы қанша? Жаңа дәуірді бастауға үлкен әрі таза қуат қажет. Бұл дүниеден өткен әрбір жанның рухы сол құдықта сақталып келеді. Әрбір сағат, минут, тіпті секундтар бойы. Шан Цун рухтарды сорып, оларды жинағаны ма? Оның аралының астында орналасқан ұңғыма, о баста Шан Цюнның тағдырымен байланыстырып жасаған үлкен жоспарым. Енді ол жинаған рухтар менікі. Straight up.